Аллах тағаланың рахымы деген нәрсе ол өте үлкен. Бірақ адам сізге ондай рахымды бола ма ертең қияметте? Ол қатты талап етіп, бетіңізге басып, хақымда әкел деп қияметте тұра ма? Сол күні ақиқаттар ашылады да. Сондықтан сондай нәрсеге душар болып қалмас үшін ол зұлымдықтардың бәрін осы дүниеде шешіп тастау керекпіз. Мал мүлкіне байланысты, мысалы, біз ойламайтын жағдайлар бар. Мысалы, біреу сізге қарыз берді. Қарыз бергеннен кейін оны белгілі бір уәделі уақытында ол қайтарылу керек. Ол оның хақысы. Біздің ішімізде біреуіміз қайтара алмай жүрміз, бірақ қайтаруға деген ниетіміз рас екенін Аллах тағала куә. Сондай адам болады. Аллах тағала шынымен де куә, оның ниеті бар, ол күндіз түні соны уайымдап жүр, тек қазір оның жағдайы болмай тұр. Бірақ оның ниеті рас болғандықтан Алла тағала оған көмектеседі, және де оған қарыз берген адамның жүрегіне Алла тағала тыныштық салып көмектеседі оған сабыр етуге. Ал енді кейбіріміз немқұрайды қараймыз, бермейміз, беруге жағдайымыз бар болуы да мүмкін, жалқаулықпен ба, тағы да басқа жағдайлармен. Сосын анау кісі өзінің қарызын сұрап жатқан кезде біз оған және де ұрсамыз, ренжиміз оған. Немене қайта-қайта звондай бересің дегендей нәрсені де айтамыз. Қараңыз, сен өз кінәңді мойындамайсың, оны кінәлі қылып жатсың. Сосын онымен қоса кейде, егер сен мен бәрібір саған қайдан табам, қаласаң тіпті соттап жібер деген бір шайтан батырлықты үйретеді. Ол батырлық емес, ол бос нәрсе, ол түк шешпейтін нәрсе. Ол қияметке одан сайын жаңағы зұлымдығыңды үлкейтіп жіберетін нәрсе да. Сондықтан ол жерде кішірею керек адам. Кішірейіп қатесін мойындау керек. Алла тағаланың алдында жауапты аманатын көтеру керек. Қайтарып берем дегеннен кейін қайтарып беру керек. Міне бұл жігіттің сөзі. Егер мұсылман осындай жігіттік ұстай алмаса, онда не үшін қарыз аламыз біз? Сондықтан Аллах тағаланың бізді ақтайтын кезі бар, ақтамайтын кезі бар. Соны шатыстырып алмау керекпіз біз. Сондай құрметті жамағат, оның ар-ұжданы, мысалы, мұсылманның мұсылманға деген қаны, жаны, мал мүлкі, ар-ұжданы харам. Бұл нәрселерге менің қол сұғуға хақым жоқ. Тілімді де, қолымды да сұғуыма болмайды, бұл харам. Қасиетті Қағбадан да үлкен бұл нәрсе. Мұсылманның қадір қасиеті Қағбаның қадір қасиетінен де үлкен.